Баршаңызға сәлем. Айкук каналына қош келдіңіздер. Бүгін француздардың дәстүрлі тағамы рататуйды дайындайтын боламыз. Ең алдымен соус дайындаймыз. Перец және 4 помидорды духовканың максималды температурасында до корочки пісіріп аламыз. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de Пияз бен бес-бас чеснокты жақсылап майдалап турап, оларды оливковый маслода жұмсарғанша қуырып аламыз. chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit. Духовкадан шыққан перец пен помидорларымыздың қабықтарын алып тазалаймыз. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les Ыдысымызға жаңа қуырылған пиязымыз бен чесногымызды қосып саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, кішкене қант және тымян, базилик қосуға болады. Өзіңіздің еркіңізге қарай және барлығын бір кепка масса болғанша пісіріңіз. Соусымыз дайын. Енді баклажанымызды жіңішке етіп тураймыз. Барлығын, яғни помидорды да, кабачокты барлығын бірдей көлемде кесіп шығамыз. Бұл барлығының біркелкі пісуіне әсер етеді. Кейін баклажанымызды тұздап, суға салып қоямыз. 15 минут тұру керек. Одан кейін салфеткаға салып құрғатып аламыз. Формамызға соусты құйып, кезекпен баклажан, кабачок, помидорды кезекпен кезек орналастырып саламыз. Кейін бетіне тұз бен бұрыш себеміз. Оливковый маслоға чеснок, тимян қосып, көкөністердің үстінен құйып шығамыз. Формамызды қызып тұрған пеште 200 градусқа 1 сағатқа салып пісіреміз. Нәтижесінде рататуй өте дәмді, балғын болып пісіп шығады. Дәмі өте ерекше, ауыздан кетпейді. Міндетті түрде осы рецептімен жасап, өзіңіздің жақындарыңызды, отбасыңызды ерекше тағам түрімен қуантыңыз. Ұнаса лайк басып, арнаға жазылыңыз.